Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен ысталған тауық етінен, яғни копченая курица қосылған салат дайындайтын боламыз. Өте оңай жасалады әрі дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп қойыңыздар. Салатқа қажетті заттар бұл копченая курица, майонез, картоп пен жұмыртқа және кукуруза қажет болады. Картоп пен жұмыртқаны алдын ала пісіріп алдым. Картопты осылай үккіштің үлкен бөлігінен өткізіп аламыз. Жұмыртқаның ақ пен сарысын бөліп алып, сарысын үккіштің кіші бөлігінен өткізіп алдым. Одан соң ағын да үккіштен өткізіп, аздап тұз себеміз. Копченая курицаны да кубик қылып турап аламыз. Енді салатымызды жинаймыз. Тарелканың үстіне кольцо формасын қойып, ортасына кез келген дөңгелек затты қоямыз. Мен стаканды қойдым. Ең бірінші картопты салып, үстіне майонезді жағамыз. Одан соң копченая курицаны саламыз, бетін аздап тегістеп алып, майонезді жағамыз. Содан соң кукурузаны қосамыз. Бетіне майонезді жағып, келесі жұмыртқаның ағын саламыз. Соңында жұмыртқаның сарысын қосатын боламыз. Барлығы сіңу үшін тоңазытқышқа 1 сағаттай қойып қоямыз. Біздің салатымыз дайын, мерекелік дастарханға өте әдемі үйлеседі, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Жаңа рецептерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіңіздер.